Егер Мәсіхке сенуші достарың болса, Құдаймен жеке қарым-қатынас туралы естіген боларсың. Киелі кітапта бұл Құдай сенің досың, көктегі әкең не ұстазың деген түрлі мағыналарды білдіруі мүмкін. Бірақ киелі кітаптың көп жерінен кездесетін осы қарым-қатынас туралы айтатын бір ерекше ой бар. Оның бір қызығы мынау. Біз сол туралы көп айтпаймыз. Бұл ой Құдаймен істес яки серіктес болу. Демек, бір мақсатқа бірге жету үшін бірігіп істеу. Иә, солай. Бұл киелі кітаптың басындағы сипатталған ой. Құдай ие керемет мүмкіндіктерге толы жақсы әлемді жаратқан. Содан кейін Құдай бірегей тіршілік иелерін, яғни адамдарды жаратып, өзінің осы мүмкіндіктерден тағы көбірек игілік жасап шығаратын серіктестер болуға тағайындады. Алайда адамдар Құдай иемен серіктес болғары келмеді. Олар бас көтеріп, дүниені өз беттерімен қалыптастыруға ұмтылды. Ал киелі кітапта түсіндірілгендей, біз бұзылған осы қарым-қатынастың салдарынан азғындық, әділетсіздік және өлім қасіретіне толы дүниеде тұрып жатырмыз. Алайда бұл қарым-қатынасты тек бір-екі адам ғана бұзған емес. Киелі кітапта барлық адамдардың жаратқан иемен қарым-қатынастан бас тартқаны жөнінде сипатталған. Сондықтан жаратқан ие адамзаттың арасынан бір шағын топты таңдап алып, олармен келісім деп аталатын жаңа қарым-қатынас орнатты. Келісімде жаратқан ие уәделер береді және өзінің серіктесіне белгілі бір міндеттер орындауды тапсырады. Құдайдың мұндағы мақсаты өзімен келісімге негізделген қарым-қатынасты басқалардың да игілігі үшін қалпына келтіруге пайдалану болды. Көне келісімде жаратқан иенің Нухпен, Ыбырайыммен, Исраил халқымен және Дәуіт патшамен 4 келісім жасаған туралы баяндалған. Осылайша жаратқан ие келісімге негізделген отбасын құра бастады. Соңында адамдардың бәрі осы қатынасқа шақырылатын болды. Ендеше келісімдердің қалай жұмыс істегеніне назар аударайық. Иеміз алғашқы келісімді Нухпен жасады. Бұл оқиғадан сәл бұрын Құдай ие жер бетін адамзаттың зұлымдығынан тазартатын топан судың басуына жол берген еді. Сонда тек Нух пен оның әулеті ғана аман қалды. Содан кейін Құдай Нухпен келісім жасап, мен адамдардың зұлымдыққа бейім екенін білсем де, енді қайтып дүниені осылай жоймайым. Керісінше, жер біз бірігіп жұмыс істейтін сенімді орын болады, деді. Тамаша, сонда Нух не істеу керек еді? Ештеңе. Бұл алғашқы келісімнің қызық жағы мынау. Құдай адамдардың соған адал болмайтынын білсе де, өзінің адал болатыны жайлы уәде берді. Келесі жолы Құдайдың Ыбырайым есімді адаммен келісім жасағанын көреміз. Құдай оны таңдап алып, оған оң батасын берді және оған үрім бұтағын көбейтіп, кең жер беруді уәде етті. Ал өз жағынан Құдай Ыбырайымға өзіне сенім артуды және әулетіне әділ істер жасауды үйретуді тапсырды. Жаратқан иенің бұл келісімдегі мақсаты мынау болды. Ол сол әулет арқылы жер бетіндегі барлық руларды жарылқағысы келді. Ыбырайыммен бекітілген келісім осы. Кейін Ыбырайымның әулеті өсіп өніп, Исраил халқы болған кезде жаратқан ие олармен келісім жасады. Ол осы келісімді бүкіл халықпен орнатты. Жаратқан ие оларға Таураттағы заңдарды орындауды тапсырды. Бұл заңдар халықтың жаратқан иенің серіктес қауымдастығы ретінде игілікті өмір сүруге арналған нұсқаулар болды. Егер олар осылай істейтін болса, онда жаратқан ие оларды жарылқайтыны және олардың оны өз өкілі ретінде бүкіл адамзатқа таныстыратын халық болатыны жөнінде уәде етті. Бұл Исраильмен орнатылған келісім. Ал 4-ші келісім Дәуіт патшамен жасалған. Иә, сол кезге дейін Исраил өсіп өніп, Дәуіт билік жүргізген үлкен халыққа айналған еді. Жаратқан ие Дәуіт пен оның ұрпақтарына өзімен серіктес болып, Исраил халқына Таурат заңына мойынсынып, әділ әрекет істеуде жетекшілік етуді тапсырды. Сонымен қатар, жаратқан ие бір күні Дәуіттің бір ұрпағының дүниеге келетіні жайлы уәде берді. Ол барлық халықтарға Құдайдың тыныштық пен жарылқау жайлаған патшалығын орнататын болады. Сонымен, жаратқан ие бүкіл адамзатпен серіктестігін қалпына келтіру үшін жасаған 4 келісім осылар. Бірақ сосын мына жағдай орын алды. Исраил келісімді бұзды. Халық жалған тәңірлерге табынып, сұмдық әділетсіздікке жол берді. Сондықтан олар өз елінен айырылып, басқа жаққа жер аударылды. Олардың үміттері үзілгендей болып көрінді. Бірақ сол заманда Исраилдік пайғамбарлар Исраилдің мүлт кеткеніне қарамастан, бір күні жаратқан ие бұл келісімдерді қандай да бір жолмен қалпына келтіретіні туралы алдын ала хабарлады. Иә, олар соны жаңа келісім деп атады. Мәсіх Иса туралы ерекше қызық бір нәрсе мынау. Ол киелі кітаптағы ұлы әңгімеге барлық келісім қатынастарын жүзеге асыратын адам ретінде енгізілді. Иса туралы тағы мына мәлімет берілген. Ол Ыбырайымның әулетінен шыққандықтан, сол әулетке арналған ақ батаны барлық руларға жеткізбек. Сонымен қатар Иса Таурат заңына шын жүректен мойынсұна алатын адал Исраилдік. Ол Дәуіттің әулетінен шыққан патша болғандықтан,
бүкіл адамзаттың арасына жаратқан иенің әділдік пен тыныштық әкелетін патшалығын орнатпақ. Бұл бір адам жүзеге асыратын үлкен іс. Иә, солай. Алайда ол туралы айтылған ең таңғаларлық мәлімет мынау. Мәсіх Иса жай адам ғана емес, адам болып дүниеге келген Құдай. Құдай ие мұны мына мақсатпен істеді. Бәріміз келісімге адал серіктес болуға тиіс едік. Бірақ қолымыздан келмеген бұл істі Мәсіх Иса жүзеге асырды. Осылайша Құдай Мәсіх Иса арқылы кез келген адамға өзімен жаңадан серіктес болуға жол ашты. Сондықтан Мәсіх адамдарды өзіне еріп, осы жаңа келісім қауымдастығының бір бөлігі болуға шақырады. Адамдардың мүлт кеткендеріне қарамастан, Мәсіх оларды барған сайын адалырақ болатын серіктес етуге бел байлаған. Киелі кітаптағы ұлы әңгіменің соңында ізгілік пен тыныштыққа бөлінген толықтай жаңа әлем туралы көрініс суреттелген. Онда Құдайдың жаратылысының игілігін кеңейту үшін онымен серіктес болатын жаңа адамзат бар. Сонымен киелі кітаптағы ұлы әңгіменің соңы шын мәнінде жаңа бастама.